Барлық нәрсе сен үшін қайырлы. Күндердің күнінде бір ауылдық жерде білімді әрі дана қария болыпты. Жергілікті халық қандай да бір мәселе туындаса, онымен кеңесуді әдетке айналдырған еді. Содан бір күні оның алдына бір кісі келіп, үйдегі жалғыз сиыры арам өліп қалғанын айтып, өкінішін бөліседі. Оның мұңын тыңдап болған қария оған қарап, бұл сен үшін қайырлы шығар, қайдан білесің? Еңсеңді түсірмей, одан да барыңа шүкіршілік ет. Өйткені біздің ғайыптан хабарымыз жоқ. Жаратқан Жаббардың мына аятын әрдайым жадыңда сақта. Сендер үшін жағымсыз нәрселерде Аллах Тағала көптеген қайыр жасап қойған болуы мүмкін. Сол сияқты сендерге жағымды нәрселердің артында жамандық болуы мүмкін. Расында Аллах Тағала барлығын білуші. Қарияның мұндай әңгімесін естіген кісі теріс айналып, үйіне барып, әйеліне оның жынданғанын айтады. Адамның сиыры өліп, мұңайып жатса, ол біз үшін қалай қайырлы болмақ деп долданады. Ертесіне ол бақшасына шығып қараса, жабайы жылқының аулаға кіріп кеткенін көреді. Ол қатты қуанып, бір жақсылығына жарар деп атты ұстап қораға қамап қояды. Осылайша ол сиырдың өлгенін тез ұмытады. Ертесіне қарияға қайта барып, кешегі әрекеті үшін кешірім сұрап былай дейді: расында сіз айтқандай сиырдың өлімі мен үшін қайырлы болған екен. Оның орнына қорама жылқы келді. Ендеше барлық шаруамды сол жылқының көмегімен бітіріп аламын. Сіз қалай ойлайсыз дейді. Кім біледі, расында біз ғайыпты білмейміз ғой. Не болса да барыңа шүкіршілік ет. Себебі барлық нәрсенің біздер үшін қайыры болар дейді қария. Оның мұндай сөзі әлгі кісіге тағы жақпай қалады. Содан арада күндер өтіп, жылқыны жер жыртуға пайдаланам деген ол кенет аттан құлап, аяғын сындырып алады. Сосын қарияға барып, бұл ат мен үшін қайырлы болмады. Пайдама жаратамын деп одан құлап аяғымды сындырып алдым. Бұл мен үшін сиырдың өлімінен де өкінішті жағдай болды. Сіз не дейсіз, қария дейді. Сонда ол: кім біледі, расында біз ғайыпты білмейміз ғой. Не болса да барыңа шүкіршілік ет. Себебі барлық нәрсенің біздер үшін қайыры болар дейді қария сөзін қайталап. Мұны естіген кісі қарияның қайталаған сөзінен шаршап, оған ашуланып үйіне қайтып кетеді. Ертесіне оның үйіне әскери адам келіп, соғысқа барлық ер азаматтарды алып кетіп жатқанын айтады. Алайда оның аяғы жарамағандықтан әскери адам оны жайына қойып кері қайтады. Бұдан кейін ол дереу қарияның алдына барып: мен сіздің айтқаныңызды енді түсіндім. Расында басымызда болған барлық нәрсе біздер үшін қайырлы болады екен. Тек соған сабырлық танытып, төзімділік ету керек. Сондай-ақ қолда барға шүкіршілік етіп, әрдайым Аллахтың нығметін ұмытпаған жөн екен. Себебі бұл өмірде барлық нәрсе оның қалауымен ғана болады. Егер ол бізге риза болса, әрбір істе қайыр береді деген екен.